Сіздермен Жайдархан арнасы. Бүгін мен сіздерге «Не указ нёрт надежда» фильмін қысқаша баян етіп беретін боламын. Басты кейіпкер осындай бір шал болады. Бұның аты негізі фильмнің басынан соңына дейін ешкімге белгісіз болып кетеді. Сондықтан оған бір ат қойғанымыз дұрыс шығар. Менің ойымша оған Сарчихан деген ат өте жарасатын сияқты. Сонымен басты кейіпкер, яғни Сарчихан шал үнді мұхитында өзінің кемесімен бірге адасып кеткен болатын. Адасып кеткен ойында жоқ, бұл алаңсыз ұйықтап жатады. Сол мезетте кемеге бір қатты зат келіп соғылады. Сөйтсе бұл алып контейнер екен. Бар қысымен соғылғандықтан кеме тесіліп қалады. Ол контейнерді жылжыту үшін үстіне якорды қояды. Якорды қойғаннан кейін ол батып кетеді. Сол сәттен кейін кеме тесіліп қалады, ал ішіне көптеген су кіреді. Су кіре бастағандықтан шал, яғни Сарчихан алаңдай бастайды. Толқынның кесірінен қайықтың ішіне көптеген судар кіріп кете береді. Яхтының ішіне көптеген су кіргендіктен батып кету қаупі жоғары болады. Сол себепті ол тесікті жамауға кіріседі. Яхтының қозғалтқышына су кіргендіктен ол сөніп қалады. Кейін ол Сарчихан шал ішіндегі суды сыртқа қарай шығарады. Кеменің іші су болғандықтан ол көрпені асып, сол жерге ұйықтайды. Келесі күні ол яхтысын тесігін жамайды, және де ішіндегі судан толық арылады. Қарным ашып кетті, жеп алайыншы біраз. Кейін ол яхтының рациясын алып, көмек шақыруға кіріседі. Бірақ айдаладағы мұхитта ол ешқандай сигнал болмағандықтан оның үміті аз болатын. Оған көптеген су тигендіктен істеуі мүмкін емес еді. Кейін ол істеп қалар деген оймен күннің көзіне кептіріп қояды. Кейін ол бір кітаптарды ашып оқи бастайды. Сол сәтте рация іске қосылып кетеді. Бірақ рация дұрыс істемей сөніп қалады. Рация істемей бұзылып қалған үшін ол тойлай бастайды. Ол жақсылап мас болып, тамағын ішіп, ұйықтауға кіріседі. Ал міне келесі күні. Ол келесі күні не күтіп тұрған әрине білген жоқ. Оны әрине дауыл күтіп тұрды. Дауылды көрген ол шошып кетеді. Сосын ішіндегі сынатын ыдыс-аяқ шынып, солардың барлығын тығып, кейін өзі дайындала бастайды. Кейін ол мұхиттың суын құйып алады. Кейін ол күртешені киіп, дауылмен арпалысуға шығады. Сөйтіп ол өзінше батыр болып, дауылмен арпалысуға кіріседі. Тоңып кеттім, кіре тұрайыншы. Кейін ол демалып алып, қайтадан шығады. Кейін ол қайықтың қатты тербеліп жатқанын сезеді. Сол мезетте кеме аударылып кетеді. Ол қатты толқынның арқасында яхтаны қайтадан орнына келеді. Кейін ол дауылға шамасы жетпейтінін түсініп, яхтының ішіне кіріп басын қабырғаға соғады да, осыдан таяқ жегенім артық деп ұйықтап қалады. Ұйқысынан оянса, кеменің батып бара жатқанын түсінеді. Кейін ол үрмелі қайығын алып, суға қарай шығады. Келесі күні ол үрмелі қайықтың ішінен оянады. Яхтының ішіндегі керек заттарды теріп алып, осында қарай тасып тастайды. Кейін ол яхтысын қимай отырады. Осылай яхтасы батып кетеді. Кейін ол картасын ашып, сол жердің мен қайдамын деген мақсатта ашып, сол жерден іздей бастайды. Бірақ атасының басы. Түнде ол дауылмен тағы да жолығады. Сөйтіп дауылмен түнімен арпалысып, қайықтың іші суға толады. Бірақ ол кейін қайықты қайтадан аударып, ішіне су кіргізбеуге тырысады. Сөйтіп түнімен дауылмен арпалысып шығады. Ақыры келесі күн басталады. Сөйтіп ол өткен жолдарын карта арқылы сызып белгілейді. Кейін ол қайықтар жүретін жолға өте жақын екенін байқайды. Кейін оның есіне құйып алған суы есіне түседі. Кейін оның дәмін татып көруге ол ащы суға айналып кеткен екен. Кейін ол қатты ашуланып кетеді. Өйткені ода тамақ та, су да жоқ, ештеңе де жоқ. Сондықтан ол қатты ашынады. Кейін ол күн сәулесі арқылы бір эксперимент жасамақшы болады. Ол суды осылай құйып, ащы суды тұщы суға айналдыру экспериментіне кірісіп кетеді. Ол ісі жүзеге асады. Кейін ол қарны әрине ашады. Кейін ол астындағы балықты ауламақшы болады. Кейін ол қармағын салып, аулап жатқан кез. Сөйтіп ол сумен ғана қоректенеді. Сөйтіп картасын ашып отырғанда, кейін алыстан кеме кетіп бара жатқан байқайды. Ол кемені көргеннен кейін оттықты тұтатып, оларға белгі бере бастайды. Бірақ кеме оларды елемеді, мүлдем көрмей өте шығады. Кейін ол жабырқаулы түрде отырады. Сол кезде қармағына балық ілінеді. Ол тым ойға беріліп кеткендіктен балықты байқамай қала жаздады. Кейін түнде тағы бір кеме келіп қасына келеді. Дәл қасынан өтеді осы жолы. Кейін ол тағы да оттықты тұтатады. Тағы да ол көрмей өте шығады. Кейін ол дәм түзіп таусыла бастағанын сезеді. Сол себепті ол өсиет хат жазып, банкіге тастап, суға тастайды.
Сөйтіп түнде батады. Түнде ол жаққан еді тағы бір кемені байқап қалады. Ода оттық жоқ болғандықтан ол қайығындағы қағаздарды жағып, ол өртей бастайды. Бірақ ол көрмегендей болып тұрады. Кейін ол қайтадан үстіне қағаз салып, оны күшейте бастайды. Сол мезетте от ушығып кетіп, қайығын мүлдем тесіп тастайды. Кейін ол суға секіріп кетеді. Қайығы мүлдем жанып, қайығы тесіліп бата бастайды. Кейін үміті үзілген шал, Сарчиқан демей қояйын енді. Сол кезде бір жарық түскенін байқайды. Ол кеменің келгенін сезінеді. Кейін ол қайтадан жүзіп барып оларға барады. Сөйтсе адамдар екен. Сөйтіп шал ақыры өлімнен аман қалады. Осылайша фильмнің соңы болады. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарияларға жазамыз. Сіздермен болған Жайдархан. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take